жеткізгісі келеді. Мен айтайыншы, мен осы табиғат туралы жеткізгім келеді. Ей адамдар, үніме құлақ салыңдар. Менің жаным жаралы. Сендер жасаған қиянаттан қабырғам қайысып тұр. Мен сендерді аялап келем, аяп келем. Бірақ, адамдар, екі аяқты пенделер, менің бергеніме қанағат қылыңдар. Сендер тастаған тау қоқыстар менің нұрлы жүзімді, мейірбан жүрегімді құртуда. Сендер тастаған қоқыстар мөлдір бұлағымды лайлап, ну орманымды өртеп, асқар тауларымды тұмандап, әдемі гүлдерімді солдырды. Сендер соны білесіңдер ме? Мен үн шығармай шыдап келем. Шыдамның да шегі бар ау. Мен ашулансам тасқын су болам, нөсер жаңбыр болам, зілзала болып сілкінем. Ойлан, адам, мендегі қазба байлықты алдың, жаныма жара салдың, бұның сұрауы бар. Мен, табиғат ана, адам деген пенденің қанағатсыздығына сағат сайын куә болып отырмын. Ей адам, сенің адам болып жүргенің менің арқам. Ойлан, адам, менің мөлдір бұлағымның жағасына келіп жаныңа сая іздегенде, әдемі гүлдерімнің хош иісінен бойыңа қуат алғанда, асқар тауларымның жанында биіктікке тамсанып тұрғанда менің перзенттерім екенін ұмытпа. Сен де менің перзентімсің, адам. Барша перзентімнің бірлікте болғанын қалаймын. Мен саған жамандық тілемеймін, адамзат баласы. Сен де маған жамандық тілеме, қиянат жасама, мені аялай біл. О, табиғат ана, кешіре гөр бізді. Біз сізді аяусыз жазалап келеміз. Жаныңыздың жарасын түсініп тұрмын. Әттең. О, адамзат, аялашы, қорғашы. Өзің туып, өзің өскен ортаны, келе жатыр талай сәби өмірге. Ең болмаса, соның жайын ойлашы.